Бүгінгі өренетін қайталатын сөздердің тізімі осылай болады. Түзеу, асыға күту, айтарлықтай, бәле, дастан, жұдырық жұмсау. Сөздердің тізімін орыс тілінің нұсқасында тыңдаңыздар. Выпрямлять. Ждать с нетерпением. Достойный упоминания. Беда. Эпос. Применить кулаки. Сөздердің тізімін қолданып, шығармамды жазамын. Күтіп тұрыңыз. Шығармамды жазып, сіздердің назарыңызға ұсынамын. Тыңдаңыздар. Үш амигос фильмінің жарнамасы. Мексика елінде бір ауылға нақты бәле келді. Тонаушы кәнешер Эль Гуапо ауылдың тұрғындарынан оған көп ақша төлеуге талап қойды. Ақша төлмесеңдер, ауылды көлге өртеймін, деп ескертіп айтты Эль Гуапо. Сөзін дәлелдеу үшін ол бір кездейсоқ шаруаға жұдырық жұмсады. Ауыл тұрғындарының ақшасы жоқ. Не істейміз, деп олар ойлана бастады. Қыз пен оның інісі көмек табу үшін қалаға барды. Қалада мықты еркектер бар, бірақ олар ешқайсысынан көмек беретін адам таба алмады. Барлық еркектер Эль Гуапо туралы естіді. Олардың барлығы одан қаймықты. Қыз пен оның інісі шіркеуге кіріп, онда кино көрді. Кино шіркеуде көрсетілді. Бұл кино Үш амигос туралы еді. Бүкіл кино батырлық дастан сияқты болды. Үш амигос батырлық көрсетіп, ауыл тұрғындарға көмек беріп, оларды ұркөкелік бандиттардан құтқарып алды. Бәрі келді, бізге үш амигос ауылымызды құтқару үшін шақыру керек. Олар біздің нашар жағдайын түзейді, деді қыз. Ол шақыру хатты жазып, көмек беру үшін марапат ақы төлеуге ұсыныс берді. Кинода үш амигос көмек көрсеткеннен кейін тұрғындардан ешқашан ақша қабылдамады. Қыз бен бүкіл ауылы үш амигосты асыға күте бастады. Шын айтқанда, айтарлықтай үш амигос ешқандай батырлар емес еді. Олар тек қана кино артистер болды. Егер ары қарай не болғанын көргіңіздер келсе, кинотеатрға шақырамыз. Келесі жаттығуда синхрон аудармасын жасауды тырысайық. Мен сіздерге мәтінді орыс тіліне оқимын, сіздер оны қазақ тіліне аударуды тырысыңыз. Тыңдаңыздар. 3 amigos. Реклама фильма. В Мексике, в одну далекую деревню, пришла настоящая беда. Жестокий бандит Эль Гуапо явился и потребовал с жителей кучу денег. «Не заплатите, сожгу всю деревню дотла», — пригрозил он. А чтобы никто не сомневался, для примера избил случайного крестьянина. Денег в деревне нет. Что делать? Начали думать люди. Юная девушка и ее младший брат отправились в город искать помощь. В городе много крепких парней. Куда ни зайдут, все слышали про Эль Гуапо и дрожали от страха. Брат с сестрой зашли в церковь, а там как раз показывали кино. Да-да, кино прямо в церкви. И это было кино про 3 амигос, 3 бесстрашных героев. Весь фильм словно героический эпос.
Герои помогают мирным жителям деревень и спасают их от отчаянных бандитов. «Вот оно решение!» – воскликнула девушка. «Надо позвать 3 амигос. Они спасут и нашу деревню». Она написала письмо приглашения и пообещала щедрую награду за помощь. Ведь в кино «3 амигос» никогда не брали денег за помощь. Девушка и вся деревня с нетерпением стали ждать героев. А на самом деле 3 амигос вовсе не были настоящими героями. Это были просто киноактеры. Если хотите посмотреть, что было дальше, приглашаем в наш кинотеатр.